Саламатсыздар балалар. Біз бүгін сендермен ғажайып ағаштар тақырыбында қазақ тілі сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұнын түсінесіңдер, негізгі ақпараттарды анықтайсыңдар. Екінші мақсаты берілген мәтінді орфографиялық заңдылыққа сай көшіріп жазатын боласыңдар. Балалар, ғажайып ағаштар туралы естулерің бар ма? Біз бүгін солардың үшеуіне тоқталамыз. Ең біріншісі нан ағашы. Нан ағашы Үндістан мен Малайя аралында өседі. Оның асқабақ тәрізді жемістері болады. Кейбірінің салмағы 25 келіге дейін жетеді. Ағаштың жемісінің крахмалы көп, дәмі бидайдың наны сияқты. Жергілікті тұрғындар осы нан ағашының жемісін бөлшектеп турап, қуырып, ас етеді. Сондай-ақ әлгі жемістерді салқын шұңқырға салып, құрамындағы крахмалды ашыту арқылы қамырға ұқсас қоспа алып, одан дәмді тоқаш пісіреді. Ал нан ағашы гүлдеп біткен кезде, оның тұқымын жинап, шекідей де, қуырып та жейді. 21 жастағы бір нан ағашының жемісі 3-4 адамды бір жыл асырап шыға алады екен. Келесі сүт ағашы. Бразилияда сүт беретін ағаш бар. Ол Амазонка өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сорвери деп атайды. Сол сорвери ағашының бір жерін кертіп қалса, одан сүт тәрізді ақ шырын саулап қоя береді екен. Өзі сүттен сәл қышқылдау. Сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Кейіннен ботаниктер зерттеп, оның сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Халықтың айтуынша ақ шырынға аздап су қосып пісірсе, сүттен дәмі айнымай қалады екен. Ағашты бір сауғанда 2-4 литрге дейін сүт алуға болады екен. Келесі ағаш сендерге жақсы таныс. Какао сусын дайындарда оның неден алынатын білетін бетіндер? Ол кәдімгі какао ағашынан алынады. Какао шоколад ағашы мәңгі жасыл стиркуля тұқымдасына жататын ағаш. Биіктігі 4-8 метр. Гүлдері сары, не қызғылт түсті. Какао орталық және оңтүстік Американың қалың ормандарына өседі. Африканың батысында және басқа да тропиктік аймақтарда 16 ғасырдың басынан қолдан егіле бастаған. Балалар, енді тапсырмаларды орындайық. Мен сіздерге қасиетті қара ағаш деген мәтінді ұсынамын. Осы жерде белгіленген сөздер қате жазылған. Берілген мәтіндегі қате сөздерді орфографиялық нормаға сай дұрыстап, көшіріп жазыңыздар. Осы берілген тапсырманы суретке түсіріп алып, белгіленген сөздерді дұрыстап жазамыз. Және де кітапқа сай келесі оқу тапсырмасы: еліміздің аумағында әулие ағаштар бар ма? Осындай табиғат ескерткіштері туралы хабарлама жазыңдар. Яғни ақпарат жазыңыздар. Сөз саны 30 болса болады. Балалар, тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Бүгін жақсы ақпараттар ала алдық. Сау болыңыздар.